Басқарудың жаңа формасына өту мерзімі ұзартылды. Пәтер иелерінің кооперативін мүлік иелерінің бірлестігіне ауыстырудағы мәселелі тұстары анықталған. Бұл жайлы орталық коммуникациялар қызметінде өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Көбінесе бұрынғы басқарушы органдар құжаттарын бермей сотқа дейін барып жатқан жағдайлар бар. Жаңа құрылып жатқан бірлестіктер. Яғни мына қылмыстық кодекс жағынан немесе әкімшілік кодексінің жағынан ешқандай жауапкершілік жоқ. Осыған байланысты министрліктің атынан қосымша ұсыныстар даярланды. Ол қазір ұсыныстар Әділет министрлігінің атынан қосымша заң жобасы дайындалды. Ол заң жобасы регламент бойынша 2 рет мемлекеттік органдардан өтіп мақұлданды. Яғни қазір таңда бұл президент әкімшілігінде қарауында. Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қызметкерлері, еліміздің ірі қалаларының атқарушы орган өкілдері, меншік иелері бірлестігі төрағалары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың Қазақстандық орталығы акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы кооперативтері мен басқа да экономикалық қауымдастық формаларының ұлттық ассоциациясы, заңды тұлғалар бірлестігі, кәсіпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұйымы мен өзге де қоғамдық бірлестіктердің басшылары қатысты.